Қазіргі уақытта мен Гонконгтағы балалар ауруханасында біріншілік иммунодефициттер мен аллергология бойынша стажировка өтіп жатырмын. Күнделікті жұмыс барысында мені таң қалдырған, тіпті ойландырып тастаған бір жайтты бөліскім келеді. Біріншілік иммунодефицит бұл генетикалық ауру, сондықтан мұнда біз бірден 555 геннің ақауын тексереміз. Ең таңғаларлығы бұл жақта мұндай күрделі генетикалық тест небәрі 50 Гонконг доллар, ол 3000 теңге тұрады. Сонымен қатар диагнозды нақтылау үшін баланың анасы мен әкесіне де бірдей тест жасалып, гендік ақаудың қайдан келгені бірден анықталады. Салыстырып көріңізші, Қазақстанда пациенттер дәл осы анализді тапсыру үшін кем дегенде 300 000 теңге жұмсайды. 100 есе айырмашылық. Тағы бір мені таң қалдырғаны, әр бөлімшенің өзінің арнайы генетикалық тесттік панельдері бар. Егер пациентте бүйрек ауруына күдік болса, бүйрекке жауапты гендерді тексереді. Егер де иммунитет ақсаса, иммундық панель іске қосылады. Дәрігер де пациентте аурудың себебін болжамайды, оны нақты молекулалық деңгейде көреді. Бұл нағыз дәлдік медицинасы. Осы жерде жүріп бір ғана арманым бар: Қазақстанымызда да генетикалық диагностика осылайша қолжетімді әрі жүйелі болса екен. Қалай ойлайсыздар, біздің медицина осындай деңгейге жету үшін не істеу керек? Мәселе тек қаржыда ма, әлде жүйеде ме?